Мені кешіресің бе анашым? Болған оқиғаның ізімен пойызда келемін. Жанымда отырған 40-тар шамасындағы жолаушы әйелдің көз жасы тыйылар емес. Солқ-солқ етіп, шарасыз кейіпте жылай берді. Бірер уақыт өткен соң сәл басылды. Сөйтіп, жанында отырған бір-біріне мүлде бейтаныс үшеумізге қарап былай деді: бейтаныс бауырларым, жер бетіндегі өзге тірі жан білмейтін сырымды сіздерге айтпасам, ішім күйініп, өртеніп барады. Біз болсақ, әлбетте, десіп бас изедік. Күйеуіммен жараспай, ажырасып, төркінімен қайта келдім, деп бастады ол сонда әңгімесін. Әкем де шешем де жанымда болды. Сөйтіп, күйеуімнен бір балам бар. Төртеуміз тұра бастадық. Жұмыстың қиындығынан ба, білмедім. Әйтеуір қабағым бір ашылмайтын. Кәрі әке шешем бар тәттіні аузыма тосып отырғанда да, әкем қақыранып қалса, жақтырмай, алдымдағы тамақты итеріп төгіп жіберетінмін. Анам сол кезде «қарғамай» дейтінде, төгілген тамақты үнсіз жинап алатын. Анам да әкем де қартайған. Жүріс-тұрыстары қиындай бастаған шақта, тіпті қарттар үйіне тапсырып тастасам ба екен деп те ойланып жүрдім. Өйткені қатты шаршап келгенімде, өзіммен өзім болып, рахаттанып демалғым келетін. Олар үйге бір кіріп, бір шығып тым-тынымсызданып кетті. Астанада жақсы қызметке орналасып, су жаңа джип алдым. Сол джипке әке шешемді мінгізгім келмей, оларды барар жеріне автобуспен жүргізіп қоятынмын. Мына өмірге ме, қоғамға ма, білмедім. Әйтеуір кеудемде бір өшпенділік болды. Бәрін жек көрдім. Бәрінен баз кештім. Туған бауырыммен сыйыспай, ата-анамды сол бауырымның отбасымен араластырмадым. Анама да, әкеме де дауыс көтеріп бұйыра сөйлеу күнделікті дағдыма айналды. Кеше аяқ астынан анам жүрегі ұстап қалды. Мен жұмыста едім ол кезде. Тас болып қатып қалған жүрегім кезекші дәрігерлер ауруханадан қоңырау шалғанда еріп сала бергенді. Алқынып ауруханаға жеттім. Анам кереуетте жатыр екен. Көзі жұмулы, кереуетке жетіп жығылып, өкіре жылады. Тастамашы, мама. Апа, тастамашы. Мені кешірші мені, мама. Мен қазір-ақ бауырыма қоңырау шаламын. Бауырыммен татуласамын. Барлық жағдайыңды жасаймын. Тек көзіңді ашшы, деп көз жасымды төге бердім. Анамның саусағы әзері қимылдады. Бірақ дәрігер бұл анамның өміріндегі соңғы минуттар екенін айтып, соңғы сөздеріңді тез айтып қал, деп күбірледі. Апа, мені кешірсең қолымды қысшы, дедім жанұшыра. Бұл сөздерді не үшін айтқанымды білмеймін. Бәлкім өзіме кішкене жеңіл болсын деп, кейін өз-өзімді жегіде жемес үшін айтқан шығармын. Анам қинала қимылдап, саусағымен қолымды бір рет қысқандай болды. Расымен бе? Мен бейбақты, мен сорлыны кешіресің бе, анашым? Дегенімде, бірер секундтан соң анам саусағын тағы да қимылдатты. Мен бұл жолы анамның мені естіп жатқанына сенімді болдым. Осыдан кейін бірер секундтан соң анам мәңгілік сапарға аттанып кетті. Мен ебіл-себіл болып жылап, анамның бетін, саусағын сүйе бастадым. Бұрын анам тірі кезінде мені бетімнен сүймекші болып ұмтылғанда, бетіндегі әжімдерім бетіме тигенде жеркенем деп сүйгізбейтінмін. Сенесіздер ме? Анам кереуетте жатқанда сондай тәтті еді. Әжімі де сондай сүйкімді болатын. Ал жансыз саусақтары мәңгілік менен ажырамаса екен деп тіледім сол сәтте. Бірақ бәрі кешеді. Мен ақымақты бір сәтте өзгертіп, тәубесіне келтірген қандай құдірет екенін білмеймін. Бір білерім, өмір бойы анама істеген істерім үшін өкініп өтем. Әйелдің ауыр әңгімесін тыңдап отырған жолаушының бірі, ал енді әкең қайда? Деп сыбырлайды. Әкем анам қайтыс болды деген хабарды естіген бойда жүрегі ұстап құлап қалды. Қазір ауруханада жатыр. Жағдай жақсарыпты. Телефонмен сөйлестім. Біз анамызды өзі туған Талдықорғанға жерлеу үшін алып келеміз. Анамның мүрдесі бауырымның көлігінде, деді әйел. Жүйткіген пойызға жүрдек уақыт тілесіп, әп-сәтте түн түсіп, бәріміз ұйқыға жаттық. Әйел түнімен ауыр күрсініп, дөң бүкшіп шықты. Таңертең тұрғанда, әйел бір түнде бірден 10 жасқа қартайып, шөгіп кеткендей сезілді. Құрметті бауырлар, қолымызды мезгілінен кеш сермеп қалып жүрмейік. Анаңызды жақсы көретініңізді айтып, жиі құшақтап, бетінен сүйіңіз.